Она на ПС. Просто. Самый лучший клуб в истории футбола Дортмундская Боруссия Барселона. Поздравляю. Наконец-то у вас хоть что-то, получилось. Реал, халде қайда мықты? Өзің қалай ойлайсың? Қазіргі Реал, қазіргі Барселонадан мықты ма? На моментте мықты. Мысалы кеше 4-0 ұтылып жатыр біреулер. Что-то өтімей қалыпты. Айтпақ қой. Жоқ қоя сал қой. Тиске ұрған голым Мессидің. Қазір Казимирден таяшып жүрген Гарначо. Хави. Құрметті спорт сүйер қауым, неге офсайд подкастының продюсерлерінің шешімі бойынша біздің подкастта букмекерлік кеңселер, арақ, шарап, темекі, немесе де басқа да денсаулықпен сіздің қаражатыңызға зақым әкелетін жарнама ешқашан болмайды. Егерде сіздер біздің ауқасы спорт қозғалысын қолдағыларыңыз келсе, каналды донатпен қолдауларыңызды сұранамыз. Біздің деректер осы видеоның сипаттамасында жазылады. Сіздер сұраудан шаршамаңыз, біз жауап беруден шаршамаймыз. Мына на ПС. Олай ма? Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін бізде неге офсайд? Біз подкастымызды бастаймыз. Бүгін бізде El Clasico. Қош келдіңіз, Ернар мырза. Бізде MC Клайв қонақта. Уже екінші рет. Бұл кісіні шақырған себебім... Сіздердің каналдарыңызда үшінші рет. Бұл кісіні шақырған себебім... просто... Первый успех за 10 лет. Ой, да. Что там, El Clasico туралы? Қай камераға айтайын? Маған айтайыншы. Барселона, поздравляю. Наконец-то у вас хоть что-то, получилось. Жаба саламды, өшіре саламды. Не айтасыңдар енді? Айтатындар сол бір матч 4-0 ма? Сіз айтың, не айтасыз? Флик молодец. Флик разобрал команду Реал Мадрид до нулей, до невозможности. Развинтил на маленькие кусочки, гайки, шашып тастады, қайтып бір жинап. Әр игроктың индивидуальный мастерствосын сызып, жыртып, фырт етті картинкаға лақтырып жіберді. Действительно. Школьниктермен ба? Қара, проблема қандай болды? Мысалы, Папа Карлоның надменность ойынға қарауы қалай болды? Барселонаға осы матчқа дейін әлі күнге дейін Барселона фанаттарынан басқа қатты бір серьез воспоминать еткен адамдар жоқ еді. Большей части. Барселона непосредственный клуб есть в большом кризисе. Ювентус сияқты біреу ғой деп. И Реал Мадридте бәрі бар. Все есть, тренер бар, игроктар бар, ақша бар, жағдай бар, все хорошо. Соңғы Лига чемпионовты біз ұттық, ештеңе керек жоқ, спокойно, психологический состояние бәрі жақсы. Барселонаны қалған клубтар ұтқан сияқты ұта саламыз. Просто бар. Дайындалған жоқ. Папа Карлоның основная ошибка была, он не готовился к этой игре. Флик жарты жыл болмаса да 2 ай точно дайындалған. Өйткені прям гайкаға разбирать. Он же не только стратегию Реал Мадрида разобрал, он в целом индивидуальное мастерство каждого игрока разобрал. Әр игроктың индивидуальный мастерствосын алды да, қандай моментте қалай поступать ететінін байқады. Мысалы, Мбаппені алатын болсақ, самый быстрый игрок на планете. Тез жүгіреді. На чем его можно поймать? Офсайд. Вар. Рекорд. Вар. Винисиус. Эмоциональный игрок. На чем его можно поймать? Нервты. Родриго жетіспеді. Родриго мен Карвахаль болғанда ғой, стайтник деген әңгімелер болды ғой. Еще Куртуа болғанда. Бізде де Тер Стеген жоқ еді бейшара. Тер Стегеннің уақыты өтіп. Өткен жоқ ол, нормальный Тер Стеген. Қалай ойлайсыз, Фликтің істеп атқан тірлігі бір жылдық па еді ол? Бір жылдық емес, бір ойындық даже. Жоқ, уже неше 100-ден асып кетті офсайд істеп атқандар. Бұл рекорд, бұл әлі ешкім істемеген бұны. Сонша неше матч ойнады? На следующей игре разобрали. Жоқ, каждый матч офсайдтан ұстайтын. Хорошо, ендігі ойында разобрали же. На следующей игре. Потому что бұған дейін бұл стратегияны аты шыққан жоқ еді. Қазір бір ойында аты шықты, ендігі ойында уже кім ойнады? Реал Сосидад. Сосидад па? Сосидад.
Даже не Манчестер Сити, Соседат. Жоқ, андайда мен бір подкаст көрдім, бір футбол жақсы білетін адам. Айтып жатыр ол. Оның пікіріне мен де қосылдым. Барселона қазір істеп жатқан тірлігі. Соны ұстап жатыр, мысалы, офсайд ұстап жатыр, басқасын істеп жатыр. Ол мықты болып жатқан себебі алды зор ойнап жатыр ғой. 5-6 айшын ұрып тастап жатыр, 4 жоқ деген ұрап жатыр. Ал кешегі Реал Сосьедадта гол ұрамады. Бірақ каждый матчқа қарасаңыз бір гол жібереді, 1-2 гол постоянно жіберіп салады. Сол офсайдтың несінен жібер. Ал Ямаль болмай қалды дейсіңдер. Иә, кеше білмеймін, Ямал жетіспеді по-любому. 2000 жылдары кім Бразилияның несі футболшылар айтқан ғой, сендер қолдарыңнан келгенше ұрасыңдар, біз қалағанымызша ұрамыз. Қазір Барселона сөйтіп ойнап жатқан еді. Кеше матчта бірақ ештеңе істей алмады Реал Сосьедадпен ойнаған кезде. Сен өзің қалай ойлайсың? Қазіргі Реал, қазіргі Барселонадан мықты ма? Реал әлде қайда мықты. Мен мойындаймын бұны. Бірақ жоқ, тут же шахматная партия болғаны рас қой. Реал көп алып қойды өзіне. Көп сеніп қойды, менсінбей қойды. Негізінде сонымен ұтылып тұр. Но ты же согласен с тем, что нынешний Реал сильнее, чем Барселона? И в принципе Реал сильнее, чем Барселона. Қазір иә. И Реал всегда был сильнее, чем Барселона. Всегда емес. Бұған вообще қосылмайды. Всегда емес. Ешқашан болмаған бұл. Всегда деп. Қойсаңдаршы, ема. Бір қаяқта кейін 15 нені тыға береді, тыға береді. Сендер ше, барлық жаңған жылдарың за всю историю Барселоны 10 жыл жаңғансыңдар. Реал бүткіл история жанып келеді. Енді қараңдар сіз. Барселона 2000 жылдан кейін мықты болды да, бүйтіп қарасаңыз. Оған дейін Барселона әлі бүйтіп танымал емес, сіз айтқандай сол Камп Ноу, сол и қазір сол бірақ 2000 жылдан кейін сөйлесу керек та. Динозаврлар 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз, братан. 20-ші ғасыр керек емес бізге. Анау лайдан ұтып алған нелер, элчыларың, лаймен жасалған ғой. Зидан футболдың тарихы ма? Иә. Луиш Фиго. Қазір Дэвид Бекхэм. Қазіргі Роналдо. Роберто Карлос. Қазіргі уақытпен өмір сүру керек. Қазіргі ситуациямен өмір сүру керек. Қазіргі уақытпен в технической структуре Реал Мадрид ұтылып қалды да, мысалы Барселонаға. Негізінде мына составпен негізінде біреуге ұтылу невозможно. Мына составпен. Только придурок проиграет с этим составом. Но Папа Карло умудрился. Енді қара, бәрінің қойылатын сұрағы бір ғой, Папа Карло қазір Реалға керек пе, керек емес пе деп. Мысалы да, сен ойың бар еді ғой, сұрақ қойды. Керек. Есін жинайтын болса, то, что он тренер помнит, есіне түсіреді. Папа Карлода, мысалы, қандай жағдай болып отыр? Сен жүгізінді алайық. 2 парикмахер тұрсыңдар. Біреуінде тек қана қайшы, сенде 125 машинка бар. Әр түрлі. И айтады, 2 адам қойып қойды да, екеуің қайсын жақсы аласыңдар, көрейікші. Мынау бір қайшымен бір жерін жыртып тұр жұмыс істейді, сен ана қайшымен не істеп жатты, бойыңа келген нәрсені істеп тұрасың да. И получается недооценка. Менсінбейсің. Школьниктерді менсінбеді, короче. Былайша айтқанда. В результате получили то, что получили. Ол мақыл, Барселонаға ұтылды. Миланға не үшін ұтылды? Милан кім қазір? Реалдың алдында. Ойын шашылып кетті в целом. Сынды ма бір матч? Ойын жоқ, бір матчтан емес. Ол мен саған бір ретте алдыңғы подкастта келгенде айтқан едім, есіңде ма, мынау Реал что-то қатты тәлпіштеніп ойнап отырды. Воротаның қасына барады да, гол соқпай артқа пас беріп, ойнай кейін жас балалардың тірліктерін істеп жүр деп. Вопрос в том, что пока вот этот состав не сыграется, в целом ойын жақсы болмайды. Өйткені бір-біріне притирка бар, бір-біріне ойнауы бар, түсінуі бар, анау-мынау бар. Кезінде Кака мен Роналдо Реал Мадридқа келген кездегі тура осындай период болған еді. В команде есть все, но нету игры. Бензима біреу жүгіріп жүреді, бірақ атақтың бәрі Роналдоға кетіп қала береді. Да, в любом случае, на тот период, сол кезде ғана еді да. А в целом,
Реал переживает тот момент, как Кака мен Роналду келген кездегі сейчас. Қазір Мбаппе либо нужно влиться в эту систему, принять то, что он девятка, 9 екен, өзі қабылды. Ол өзі қабылдай алмай тұр. Үш дүниемен өзі қабылдаған жоқ өзінің 9 екенін. Бірақ оның енді мечтасы ғой, Реалда голевой позицияда ойнау деген. И еще ол позицияда ойнай алмай жатыр. Таба алмай жатыр. Реал переживает такой же момент, как Кака мен Роналду келген кездегі моментте переживать етеді. В целом, бірақ Папа Карло бұл ойыншықтар самые дорогие игрушки в мире. Ойыншылардың есін жинатса, игра снова восстановится. Болды. Енді басқа темаға өтсек. Золотой мяч. Не дейсіз? Айта бер, не дейміз енді. Сіз не дейсіз золотой мячқа? Родри алды ғой. Болды ғой деп па? Болды ғой, Родри алды ғой. Жоқ, енді сіздің пікіріңіз алу Винисиус па? Мен айтқан жоқпын. Өзің аузынан шықты. Жоқ, по-любому Реалдың фанатысыз сондай ма? Мен Реалды фанатын болған күннің өзінде Винисиустан золотой мячты алып қойды. Алып қойды. Не үшін? Суперкубок па? Конечно, суперкубик. Суперкубик. Отношение УЕФА и Флорентино Перес прямиком повлияло на это. Потом футбол әлемінің тең жарты фанаттары Реал Мадридтің фанаттары. Реал Мадридтан слишком много зависит. Чересчур. Бір күн Реал действительно суперкубок болды. Бүгіннен бастап суперкубок десе, Реалдың футболдың фанаттарына влияниесі көбірек УЕФАға қарағанда. УЕФА тек қана политикамен сындыра алады. И УЕФА сейчас использует все ресурсы, чтобы влияние Реала на футбол ушло. И соған қарағанда золотой мячтан басталып жатыр. Мен қазір білем, мысалы көп адамдар Родри заслужил, Родри бүйтті, үйтті, нағылды, сөйтті, қолынан бәрі келеді дейді. Бірақ Винисиустың істеген тірлігін жартысын да істеген жоқ өткен жыл. Да, ол и потом это же УЕФА. Жоқ, енді. И золотой мяч должен остаться в Европе. Почему? Мысалы қара. Европа болса сонша жыл Месси не үшін ол? Енді ол басқа нәрсе ғой, Месси мен Роналду деген. Мессиден басқа кім алды золотой мячты Америкада? Көп қой бразильцтер алған. Қай жылдар алды олар? Ой, алдыңғы жылдар алды ғой. Кім? Бразильцтер көп алды ғой енді. Айтса кім? Рональдино, Роналду, sonra алды ғой. 20 жыл бұрын. Иә. Одан кейін тағы кім алды? Кака. Қай жылы? 2000 қанша? Мессиден алдың, Кака алды ғой. 20 жыл өтті, дұрыс па? 15 жыл асты. Все, закончилась эпоха. Қазір сіздің ойыңызша Европадан басқа еш жерге бермейді деп ойлайсыз ба? Желательно берілмейді. В целом футболдың ракурсы өзгеріп жатыр. Өйткені чересчур много бразильцев, американцев и понимаешь, уток денег. На чем держится футбол? На меценатах и на спонсорах. Егерде какой-то момент Тошиба сияқты бір крутой корпорациялар миына кіріп қалса, мысалы саудиты, в какой-то момент скажут: слушайте, а вот давайте вот эти вот многомиллиардные спонсорства, которые мы в Европу суем, может быть, мы в Бразилию воткнем 1 миллиард вместо вот этих 50 миллиардов в Европу. Бразилияға 1 миллиард суяқ, 10 есе қайтады дейді. И чтобы вот этого не случилось, футбол остается в Европе. Он нужен более как бизнес-машина, нужна больше в Европе. Білмеймін, қосылуға қиын мәселе бұл нәрсе негізі. Ну, мен Родри заслужил, мен үшін. Заслужил. Просто оның қара жұмысын ешкім көре алмайды. Негізі араларында бір туысқандық, ондай ештеңе жоқ па?
жоқ бір нағашы жақтан ба келеді, ұзақ бір келеді. Понятно. Түріне қараймын да, қатты испанец, тәжік тілеуім өмір бар. Білмеймін мен. Винисиус футболы бір фейрплей деген нәрсе бар, профессионализм деген нәрсе бар. Қандай? Профессионал. Сондай нәрсе бар, адам сәл оның футболда мақұл, жақсы ойнайсың. Сәл бер жағыңа да қарасаң. Сол момент бар ғой, мысалда Винисиусты қатты жақсы көрмейді. Сосын ол өте агрессивный игрок. Адамдармен тез ұрсады, болельщиктермен ұрсады. Болельщик ол өзінің жұмысы, сен өзің жұмысыңды істей берсең. Сен мысалы да, мен саған на примере тебя түсіндірейін. Өзінің на примере того. Оған постоянно банан лақтырады. Негізінде. Сен маймылсың дейді да ол. Иә. Өйткені черный. Әңгіме ода емес, ол профессионал адам, ол қанша ақша алады одан. Ол өзін басу керек. Ол миллиард адам көріп отыр. Дегенмен де адам ғой, ё-моё, адам болған мен. Миллиард адам қарап отыр. Олар симулировать етеді. Рональдино түрі қандай? Красавчик бір баламен. Оны Реал Мадридтің фанаттары тұрып қолмен шапалақ соғады. Рональдино өзі жақсы адам еді ғой. Жақсы адам бола алады ғой, любой адам. Жақсы адам болса бола алмайды, ол айуан ғой, көшен баласы ғой таза. Жоқ, ол білмеймін. Рональдино мысалы болды, ол да бразилец, ол да түрі почти сондай. Рональдино өзі жақсы адам еді. Мен проблема Винисиуса в том, что он сам по себе не хороший человек. Он жаңағы зрительдерден негативный оценкасы бар. Потом интервью берген кезде кекетіп сөйлейді постоянно. Журналисты большей части оценивали не его игру объективно, они больше оценивали его отношение к журналистике. И химикқа істеген тірлігімен кетті. Вообще мен ондай слишком ғой енді болыпты мақұл. Кешеде мысалы Гави түсті. Месси де қолмен гол соққан ғой. Қараң, Гави түсті. Сразу же сонымен андай сразу сары алды Гави. Не үшін? Соған екеуі ұрысты, шайқас. И Винисиустың істеген тірлігін Гави қайтарды сол жерде. Винисиус біткен еді. Өткен жылы. Гави бітті ғой, короче. Қысты еді ол бір жеріңде. Не болса да әйтеуір 10 жылда бір успех алыпсыңдар. История ничего не забывает, ребят. Болельщики Барселоны, что хочу сказать. Но всегда будут цифры. Математика точно наука. Математику никогда не обманешь. Всегда на ваших лицах будет одно число. 15. Енді қараң, не сізге ответ айтамын. Бұрын тарихта қандай мықты мемлекеттер өткен да, қазір ол мемлекеттер жоқ. Неге? Вот, ол тарихта қалып кетті бұл нәрсе. Тарихта мемлекеттер ма? Қазір. Қайсысы жоқ айтшы? Қазір. Монғолиядан басқасының бәрі бар ғой. Қазір қараң. Қайсысы жоқ айтшы? Ол сияқты мықты емес қой қазір. Бар шығар, бірақ бар. Ол бұрынғы сияқты мықты емес. Ол тарихта қалып кетті. Қазір кім мықты? Қазір кім мықты соны сөйлейді. Реал Мадрид мықты. Жоқ, қазір. Хорошо, смотри. Вот сейчас смотри, да, вот мы одну игру проиграли, да? Осы ойында ұтылдық, да? Ендігі жылы бәріміз білеміз, Альфонсо Дэвис пен Трент Александр келеді, екеуінің контракт біткен соң. Свободный агент болып. Одан кейін қазір әңгіме Холланд шайып жүріп отыр. Холланд келетін болса... Холланд келмейді. Жоқ, келетін болса, мысалы, да? Келсін мақұл. Келетін болса, Барселонада как не было денег, так и не будет, и не предвидится нахрен. Не будет там денег. Вы никого не купите, у вас остается так же Ламасия. 10 жылда одного игрока вырастили, и болды. 10 жылда демей. Давайте санаймыз. Мессиден бастаймыз десе. Ламасияны санаймыз. Основные звезды соқтан шықты ма? Болды ғой. Основные звезды? Е. Роналдиньо, это о, соқтан шықты ма? Футболды өзгерткен футболшылар соқтан шықты. Роналдиньо соқтан шықты ма? Ламасиядан шықты ма? Давайте. Хави. Шо жетеді ғой Бускетс инвестиция. Та не керек сізге? Даже ең мықты тренерлер де соқтан шыққан. Мауриньо, Гвардиола, Энрике. Үйтіп сөйлесетін болса, онда самый лучший клуб в истории футбола Дортмундская Боруссия болып тұр ғой онда. Дортмундская Боруссияңыз жақыннан келмейді, академиясын санап шықсаңыз, келмейді Барселонаның академиясына. Ешқандай клубтың академиясы келмейді. Аякс.
Келмейді олар. Бенфика. Ой, қойыңызшы. Аякс, Бенфика основные поставщики звезд в Европу. Олар шығарып бергенмін. Бұлардікі сияқты шығара алмайды по-любому, Ламасия сияқты. Ламасия еще тәрбиелі балдар шығарады. Сіздің Реалмен Барса қанша рет ойнаған, Сіздің ойыңызда қап кеткен ойын. Казимироның Мессидің үстінен күлген ойыны ғой. Сындырып кетіп, үлкен кадрмен көрскен бүйтіп, артынан күліп қарады. Сол, сіз кадр есіңізде түседі, Я, мысалы, уже өзің любой адамның ойында Эль Классикалар шатасып кеткен ғой. Барлық Эль Классиканың эффектілері уже Эль Классико моментами популярен. Конкретно мынау матч популярен деп айта алмаймыз. Өйткені барлық матчтың өзінің моменттері бар. На моменттері в целом, да, бүткіл Эль Классиконы жинап, жоқ, Роналду мен Мессидің эпохасындағы Эль Классикалардың бәрін жинап, осы уақытқа дейін да, бір матч жасауға болады да, сен хайлайттардан негізінде да. Просто конкретно мынау матч деп айта алмаймыз. Өйткені 6-да 2 біреу отқан кезі бар, 4-те 2 біреу отқан кезі бар. Мысалы, кеше 4-0 ұтылып жатыр біреулер. Сондай моменттер бар да, в целом. Сол момент маған қатты запомнился, потому что бессилие Месси, как вы говорите, самый великий футболист в истории футбола, который был бессилен. Мен ойымша, самый великий футболист Казимираны ойланбай өту керек еді. Что-то өте алмай қалды. Роналдода ондай ситуация болмаған, Роналдо ма? Ешқашан. Битіп, аттап өтіп кетіп отыр ғой, бәрін битіп, аттап. Білмеймін, даже Ван Дейк сенкесе алмай ғой. Праймовый Ван Дейк Роналдоға қарсы сенкесе алмаған еді ғой. Сондай да болды ғой. Роналдоға білесіз бе, екі адам тарихта қарсылық көрсетті. Кім екен бұл? Эшли Кол, Фабио Канаваро болды. Басқа ешкім бүйтіп қарсылық көрсете алмаған, Айтпақ қой. Жо-жо қоя сал. Роналдоны айтпаймын сізге, қараң. Роналдоның қанша голы бар? 3-4 футболшыны алдап өтіп гол соққан. Барлық голы сондай ғой. Бәрі Хорошо, давай вот так. Давай вот так. Сколько голов Месси ты помнишь и какой гол Роналду ты не помнишь? Потому что Роналдың барлық голы есте қалады да. Мессидің бір 4-5 голын жаттап аласың. Жоқ, Мессидің ондай шедевр голдары көп қой негізі. Месси не? Давайте жабайықшы. Подожди, футбол тарихында қазір ең әдемі гол қайсы саналып тұр? Мен үшін ба? Или вообще ма? Сен үшін и потом вообще. Мен үшін Бетиске ұрған голы Мессидің. Қандай еді ол? Бүйтіп 16-ның сыртынан Месси бүйтіп парашютпен, вратарь бүйтіп қарап тұр, басын биткені. Соны көрдім. Сол матчта Месси үшеу ұрған. Үшеу де әдемі еді, бірақ мынау вообще әдемі еді. Тура Насридің соққан гол сияқты, примерно, сол жылдары. Кейін Гризман да сөйтіп соқты, бірақ ол сияқты әдемі шықпады. Мынау емес қой, по-любому, Ондайды әркім әр үш игроктың біреу ұрады мынандайды. Ал ондай голды әлі мен көрмеген, ондай кім гол ұрған? Бейл ше. Оның мынандай гол, мен айтып жатырмын сізге. Через себя голдарды қанша адам соқты? Әр үш игроктың біреу соғады. Қайсы қалды тарихта? Мен форвардтарды айтамын. Тура солай әдемі қайсы қалды? Маған ба? Жоқ, әдемі қылып кім соқты солай? Былайна, через себя, иә? Руни, Гарначо. Сіз Гарначоны кім көрің? Гарначоны ма? Иә. Қазір Казимиродан таяжып жүрген Гарначо. Оның қандай әдемі соқты ол? Гарначо. Ричарлисон соқты. Көп ондай через себя соққан голдар үйтіп. Таких красивых голов нету. Ондай болса, Ибрагимовичтің 30 метрден соққан через себя голы официально считается самый красивый гол. Но менің ойымша, самый красивый гол Бейловский гол. Потому что... Ливерпульға ұрған гол ма? Потому что тура Роналдокіндей болды, но сәл труднее позиция, по-моему, была. Ұзақтан тартып алды доп. Сәл, по-моему, сол так же, если бы пинал бы другой футболист, так бы не получилось бы. Потому что Бейлдің скорості бар. И қиындау позициядан ұрды, короче, ол голда Роналдоға қарағанда. По-моему, был. Но никак не
Тирион Ланнистер. Давайте енді сізбен Эл Классиконың составын түсеміз. Общий, екі команда. Иә, бірақ қараң, өзгертеміз. Қазір ойнап атқандарды. Қазір мін ойнап атыр, қазіргі составтан құрамыз. История қайтпайды. Болды ғой, онда шын Ямалды Реалға қосамыз да дайын. Жоқ, бейтеміз. Бір игрок сіз, бір игрок мен. Хорошо. Сізден бастайық. Вратарь ма? Иә. Лунин. Лунин? Даже не Куртуа, Лунин. Вы чё? Серьезно говорю, Лунин. Ойбай. Болды ғой, тесілді ғой. Так, защита. Просто, блин, түсіндіріп кетейін да, мысалы, сейчас осуждение астында қалам ғой, негізінде. Просто, прикиньте, под таким давлением, что ты второй вратарь после Куртуа. А Куртуа қазір енді білмеймін, енді авторитеті космоста жүр бір жақта. Соның өзінде, но он же команду до финала довел же. И не деген сейфтер решады. Это при давлении того, что ты второй вратарь. А прикинь, он духа бірінші вратарь болғанда, кто бы вообще забил бы ему. Поэтому в психологической составляющей это очень сильный футболист. Лунин в воротах. Так, орта. Классика ғой, 4-3-3. Орта Араухо. Қалай қоямын ана Рюдигерді? Ортада екеуі де Барселона бола берсін. Кім екіншісі? Меніңше Кубарси. Қазіргі 17 жастағы бала, оның істеп атқан. Карвахаль? На бетке мен қоятын едім, так қазір. Мен Мендиді қоямаймын, Мен Менди деп ойлап жатырмын, бірақ Балде оған қазір жақсы, қазіргі составтан. Хорошо, ортасы кетті. Так. Ортаға... Мен айтам ғой? Иә. Камавинга? Маған так. Де Йонг. Голландец па, который? Иә. Енді не кетіп отыр? Педриден мақтысы жоқ шығар енді. Мақұл, сіздің ойыңыз. Педри ма? Мойында дегенсіз ғой. Болды ғой, дайын алды. Ямалды қоса саламыз ананың үшеуіне. Екеуіне. Винисиус пен Беллингемге. Или там, может... Или Мбаппеге. Мбаппе ойнамай тұрғы, может, Левандовский тағамыз ойға. Бұл состав қанша уақыт ойнау керек? Конкретно қазір бір матч ойнау керек па, или болашаққа? Жоқ, ойнау керек та бұл. Ойнау керек болса, сіз енді оған Мбаппені қосасыз. Онда Мбаппе де емес, Левандовский емес, Беллингем. 9-дыққа Беллингем қаласыз. Өткен 2 сезон қалай ойнады Беллингем? 9-дықта. Ойнады ғой дұрыс па? Не деп жеп қойсаңдар да, бұл составта 9-дықта Беллингем. Оң жақта Винисиус, Ямаль. Бұл әдем. Тренерді кім қоямыз? Бір сұрақ бар. Сол Винисиустың орнына ауысып кетеді ма деген сияқты. Мбаппе деген адамға. Мен Мбаппені қоясыз ба? Иә. Тренер кім қоясыз? Сіз айтыңызшы. Қазіргі тренерлерден болу керек. Иә, қазір екеуінің. Любой тренер, или екеуінен ғана. Мақыл, любой. Барселонаның тренергесі Флик па? Арсен Венгер. Қазір Арсен Венгер тренер ма не? Похуй ма? Жоқ, қазір тренер ават етіп отқандардан. Микель Артета. Артета? Базар жоқ екен сіздікі. Шын айтайын ба? Ашин айтып жатырмын. Флик. Ну, куда уже? Флик. С этой командой Флик бы справился бы, что-то придумал бы. Мой довгар конекс. Просто сейчас вот такой момент настал, когда болельщики Барселоны чуть-чуть в себя поверили, и мы должны их поддержать. Адекватный молодой. Мы должны поддержать, дать бедным сиротам хоть какой-то дух, понимаете? За 10 лет получили первый успех, и в этот же момент на следующем матче их разобрали нахуй. Реал Соседат. Карл Лиль. Даже не Милан, понимаете? Поэтому, да, Флик. Хороший тренер. Күшті. Сол, қош сау болыңыздар, құрметті көрермендер.
Ал өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырып, комментария жазып бөлісіңіздер. Рахмет сізге. От души. Әлі көрсеміз ғой классикода жаңа жылдан кейін. 25 жылы 5 июльда 2 ел классика болады. Енді суперкубокта жолықпаса да. Мартта болады ол. 5 ай қайтшы? Жоқ, мартта болады. Не ма? Эл классика мартта болады жылда. Сол кезде Вангую. Результат 4-1 Реал Мадрид. Запомните. Обрежем этот момент.